Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Менің есімім Рулан. Бұл ютубтағы жаңа футбол арна, Рутим арнасы. Менің ютубтағы каналыма қош келдіңіздер. Ютубқа келіп кішкене уақыт кеңшілігі деген нәрсені түсініп жатырмын. Сондықтан да арнаға жазылыңыздар, қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер ағайын. Ал бүгін бізде кешегі Чемпиондар лигасының жартылай финалындағы алғашқы матч, яғни Арсенал мен ПСЖ ойынына шоу жасайтын боламыз. Жалпы кішігірім разбор істейтін боламыз. Арсеналдың жерінде өтті. Негізі көбінесе енді тең ойын болады деп күтілді. Көбі Арсеналды фаворит есептеді, себебі 1-4 ширек финалда Реал Мадридқа ешқандай мүмкіншілік бермей өткеннен кейін ПСЖ-ның да өтіп береді деп ойлады. Бірақ мен әуел баста айттым, өзімнің TikTok жерінде әуел бастан ПСЖ фаворит, бұл жұпта ПСЖ проход, яғни финалға шығады деп айтқан болатын. Себебі неге? ПСЖ қазір әлде қайда мықты, әлде қайда күшті, қақпашынан бастап, жалпы қақпадан бастап шабуылға дейін бүкіл жалпы позициялар өте мықты, қорғаныс та мықты, орта жартылай қорғаныс және шабуыл да өте күшті. Оны кеше көрдік. Дембеле мен Кварацхелия, мына жақта Дезире Дуэ деген ана жерде кәдімгідей шайқап жүр. Енді Арсеналдың бүкіл қорғанысын, бүкіл жалпы ойыншыларын білген жасап, енді жас бала, бірақ өзін еркін сезініп жүр. Сондықтан да биыл ПСЖ жалпы Арсеналға қарағанда мықтырақ. Арсенал әрине Реал Мадридті өтті. Көбісінің ойынша Арсеналды фаворит есептеді. Неге? Себебі Реал Мадридті өткеннен кейін. Бірақ Реал Мадрид биыл енді шыны керек алдыңғы маусымдарға қарағанда әлде қайта әлсіз, әлде қайта нашар ойын көрсетіп жүр. Оны енді нәтижеге қарап білуге болатын шығар. Барселона да жеңілді, Ливерпульдан да жеңілді, Миланнан да жеңілді. Сондықтан да Реал Мадридті жеңгенге бола. Олай енді жаңағы деңгейі көтерді, фаворит деп есептеудің керегі жоқ. Арсеналда қазір енді шабуылмен де проблемалар бар, мәселелері бар. Жалпы біраз енді әрине кеше былай тең ойын болды. Деклан Райс, Эдегор сияқты ойыншылар, Саканың өзі жақсы ойнады, бірақ алда Мартинелли мен жаңағы Троссард деген екі ойыншы, екі шабуылшы жаңағы былайша айтқан кезде аузына салып берген нанды ары қарай жұта алмады. Қаншама моменттер болды, бірақ та гол соғатын жерде өзінің нағыз шабуылшы міндетін атқара алмады. Мериноның голы жалпы есепке алынбай қалды. Әйтпесе ол гол есепке алынған кезде бәлкім жағдай басқаша өрбуші ме еді, бірақ енді нәтиже осындай 1-0 жылдан болдың арқасында ПСЖ өзінің голын соғып, жаңағы Дембеле мен енді Кварацхелияның дуэті өте мықты, өзінің голын соғып, кезекті рет ПСЖ жеңіске жетіп отыр, және де финалға шығуға өзінің мүмкіншілігін былайша айтқан кезде көбейтіп отыр. Енді келесі ойын Парк де Пренсте болады, ПСЖ-ның жерінде. Арсенал әрине дайындықпен келеді. Арсеналға енді былайша айтқан кезде терять нечего, өйткені енді Англия чемпионатын Ливерпуль жеңіп алды. Ендігі мына Чемпиондар лигасында осыншама жол өтіп, осыншама 1-2 финалға дейін, жартылай финалға дейін жетіп, ПСЖ-ға осылай оңай беріле қоймайтыны сөзсіз. Сондықтан да Парк де Пренсте бізді от ойын күтіп тұрған секілді. Ал менің ойымша, менің ойым бұрынғыдай ПСЖ финалға шығады деген ойдамын. Көбінесе бұл жерде обал болғаны енді Мбаппеге, себебі Мбаппенің қазір енді Реал Мадридке Чемпиондар лигасын жеңем деп келген адам, бірақ бұрынғы командасы, яғни ПСЖ әлде қайда финалға жақын тұр. Енді бұл футбол, бұл ойын, бұл спорт, бұл өмір, бұл жерде барлығы болады. Сондықтан да енді біздің тек міндетіміз, біздің қолымыздан келетін осы шедеврді, осы футбол әлемін тамашалап сүйсіну. Ал бүгін Интер мен Барселонаның ойыны болады. Ол жерде енді шыны керек Барселона әрине анық фаворит. Жалпы биыл Барселона өте мықты, өте күшті, біраз жерге дейін шабатыны сөзсіз. Енді квадрпул, трейбл емес, тіпті квадрпул алып кетуге мүмкіншілігі бар. Оның 2 кубогы жеңді, біреу Суперкубок Испания, біреу Кубок Испания, 2 финалда да Реал Мадридті тізе бүктірді. Ендігі
қалғаны Ла Лига және Чемпиондар Лигасы. Енді Интердің соңғы 3 ойынын білеміз қалай аяқталғанын, жеңіліп жатыр. Жалпы ол команда серия А-ны былайша айтқан кезде құрбандыққа шалған секілді, кубокты да былай ысырып қойып, негізгі мақсаттар осы Чемпиондар Лигасы, осы Барселонаға қарсы ойынға өзінің күшін сақтап отырған секілді. Сондықтан да бүгін де көреміз. Енді Интер жеңілді деп Барселона фаворит қылып қоюға болмайды, себебі Интер былайша айтқан кезде күтпеген жерден соққы жасап, енді анау-мынау емес Баварияны ұшырған команда, сондықтан да барлығын күтуге болады. Жалпы Европада қазір енді Барселонаға тек осы Интер ғана қарсылас бола алады. Сондықтан да бүгін көрейік қалай болатын. Бүгінше осы, ертеңде енді осы Барселона мен Интердің ойыннан кейін видео салатын боламын. Ал сіздер арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.